Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғылыми тақырып таңдау. Жоспар бойынша тақырыптың өзектілігі, тақырыпты көтеретін мәселе, ғылыми стильде тақырып қою мәселесі зерттеуді ұйымдастыру бойынша қарастыратын боламыз. Тақырып таңдау жазба жұмысын жазу үдерісінің ең маңызды кезеңі болып табылады. Мәселен, эссе тақырыбын таңдау әдетте қарапайым сияқты көрінеді, дегенмен бұл біршама ойлануды талап етеді. Сондықтан оған үстіртін қарауға болмайды. Себебі оқырман эссе мазмұнын толық оқымас бұрын эссе тақырыбын оқиды. Олар тақырыпқа қарап эссенің қандай бағытта жазылғанын аңғарады. Осы жайларды ескере отырып, жазба жұмысы тақырыбының қаншалықты маңызды екенін және оның қаншалықты адам оқитынын аңғаруға болады. Жазба жұмысы белгілі бір зерттеу тақырыбын қозғайды, ал зерттеу жұмысының тақырыбын анықтау оның мақсаты мен міндетін айқындап алуға тікелей байланысты. Негізінен зерттеу жұмысының тақырыбының мақсаты мынандай қарапайым негіздерден тұрады. Зерттеу жұмысының жалпы бағытын айқындау, арнайы бір тақырыпқа бағыт алу, өз оқырманын қызықтыру. Білім алушылар өз зерттеу жұмысында көп уақыт жұмсауы мүмкін. Зерттеу жұмысының сәтті және жылдам жазылуы таңдалған тақырыпқа тікелей байланысты болды. Сол себепті де ең алдымен тақырыпты мұқият таңдап алған дұрыс. Тақырып таңдау барысында ең басты ескеретін жайт таңдалатын тақырып оқылып жатқан пәнге байланысты болуы керек. Мәселен, эссе жазудағы негізгі мақсат осы пәнге байланысты қандай да бір тақырыпты терең білу және осы тақырып туралы іздестіруді білдіреді. Тақырып таңдау барысында жазба жұмысы беріліп отырған пәнге байланысты дәріс тақырыптары мен пәннің оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыпшаларды мұқият қарап шығу қажет. Осы тақырыптардың ішінен қызықтыратын тақырыпты таңдап алған жөн. Тақырып таңдау барысында ескерілетін жайттар. Тақырып адамның жеке өміріне қатысты болмауы қажет. Тақырып тым шағын болмауы керек. Тақырып тым кең болмауы керек. Тақырып бойынша ақпараттар аз болмауы тиіс. Сонымен қатар, тақырыптың құрылымын жазу барысында мынандай қарапайым шарттарды білген жөн. Түсінікті, шағын және қызықты етіп жазу. Тақырыптың негізгі мақсаты жазба жұмысы жөнінде қысқаша нақты қорытынды беру. Сол себепті тақырып шағын, түсінуге жеңіл болып жазылуы қажет. Тақырыптың құрылымын жазу барысында күрделі сөз тіркестері немесе мағынасыз сөздерді қолданбау керек. Тақырып күрделі болса, оқырман назарын аудармайды және түсініксіз болып қалуы мүмкін. Мағыналы сөздерді де қолдану қажет. Тақырып жазба жұмысының түйін сөздері мен зерттеу табиғатын ашатын мағынадағы сөздерді қолданылу керек. Жұмыс жазылатын салада қолданылатын терминдер туралы ойланып, оларды тақырыпта қолдануға тырысу қажет. Қысқарған сөздер мен жаргондарды қолданбау қажет. Тақырып құрылымын жазу барысында көпшілікке белгілі БО, қ сияқты қысқарған сөздерді қолдануға болады. Дегенмен, жалпыға бірдей таныс емес, арнайы салада қолданылатын қысқарған сөздерді қолданбаған абзал. Сонымен қатар жаргондар қолданылмағаны абзал. Себебі бұл ғылыми стильге тән емес, жалпы оқырманға түсініксіз болуы мүмкін. Негізінен сәтті таңдалған тақырып мынандай талаптарға сәйкес келеді. Мысалы, мазмұнымен сәйкес келуі керек, оқырман қызығушылығын тудыру керек, жазба жұмысын байқатуы керек, компьютер арқылы тез тауып алуға мүмкіндік беретіндей түйін сөздер қолдану керек, өз саласындағы бір тақырыпта жазылған жұмыстардың тақырыбына ұқсамайтын болу керек. Сонымен бірге зерттеу жұмысын бастамас бұрын тақырыптың қай бағытта қызықты екенін айқындап алған жөн. Тақырыпты ықшамдау бірден бір жолы негізгі сөздерден анықтап алынады және оларға қатысты сөздердің негізгі тізімдерін шығарып алу керек. Оған мысал ретінде қарым-қатынастағы сөздер және интернеттегі сөздерді, әлеуметтік желілердегі сөздерден алуға болады.
Тақырып таңдау барысында кейбір білім алушылар қателіктерге жиі ұшырасады. Білім алушылардың тақырып таңдау барысында жиі кездесетін қателіктеріне мыналарды жатқызуға болады. Тақырыптың тым кең болуы, тақырыптың тым шағын болуы, тақырыптың қызықсыз болуы, тақырыпта қысқарған сөздердің қолданылуы, тақырып таңдау туралы кеңес сұрамауы, уақытты тиімді қолданбау. Аталған кемшіліктерді болдырмай, тақырыптарды сәтті таңдау үшін мынадай амалдарды қолдануға болады. Ой шақырту амалдарын қолдану, өзі оқи алатын және түсіне алатын әдебиеттерге байланысты тақырыптарды таңдау, тақырып жөнінде материалдар табуға және жаза алатынына сенімді болу, кілтті сөздердің тізімін жасап алу, бейімді болу, зерттеу тақырыбының сұрағын айқындап алу. Зерттеу жұмысының сәтті шығу одан да жоғары баға алуға тікелей тақырыпқа байланысты екені анық. Сол үшін кез келген білім алушы өз тақырыбын дұрыс таңдауға бар күш жүгерін жұмсайды. Білім алушы үшін тақырып туралы қалай ойлауға болады және ол туралы идеяны қайдан табуға болады деген сауал туындауы заңдылық. Сондықтан тақырыпты іздестіру барысында мынандай бағытта жұмыс жасау оң әсерін тигізуі мүмкін. Ең бірінші материал таңдау. Пәнге байланысты, дәрістерге, оқулықтарға байланысты тың идеялардың туындауы. Сонымен қатар ой шақырту, жалпылама бір тақырыпты алып, карта жасау және оның ішінен өзі жаза алатын тақырыптарды таңдау. Сонымен бірге жаңалықтардан алу, например, хабар, Қазақстан арнасы, экономика, газет журналдары арқылы іздестіру. Сонымен бірге ғаламтордан ғаламтор кез келген тақырып бойынша кеңінен материал табуға болады. Тек оларды орынды қолдана білудің жолдарын білуі қажет. Ғылыми қызметтің маңызды да жауапты кезеңі зерттеу тақырыбын таңдау. Бұл өте қиын. Оны дұрыс шешу жұмыстың сапалы болуына және уақыттың бітуіне әкеледі. Болашақ жас ғалым тақырыбын өзі таңдаған жөн. Әрі ол тақырып ғылымның ғылыми техникалық және әлеуметтік прогрестің тақырыптарына жауап беруі тиіс. Жоғары оқу орындарының ғылыми зерттеу жоспарларымен сәйкес болуы керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.